Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетті ағарту жолдары. Қияр мен бетті ағарту маскасы. Қиярды тазартып, күштен өткіземіз. Қиярдың ортасындағы жұмсақ жерінен алып, шай қасық лимон шырынымен жарты ас қасық қаймақ қосып араластырамыз да дайын болған масканы бетке жағамыз. 15 минут қалдырып жуып тастаймыз. Сүт өнімінен бетті ағарту маскасы. Айранды балмен араластырып, жағып 15 минуттан кейін қалдырып жуып тастау керек. Лимон мен қаймақты бет ағарту маскасы. Ас қасықпен қою қаймақ түрін алып, бір ас қасық лимон шырынын қосамыз. Араластырып бетке жағамыз. 15 минуттан соң жуып тастаймыз. Жылы сумен. Күріштен жасалатын маска. Күрішті жұмсақ болғанша қайнатып, дайын болған соң суытамыз. Сосын бетке жағуымызға болады. Немесе мұз формасындағы дайын болған күрішті салып, қатырып, мұз ретінде күріштен бетті сүртуге болады. Бұдан соң міндетті түрде крем жағу керек. Маска түрлерінің аптасына бір рет жасаңыз. Балмен жасалатын маскалар түрлерін ұсынғым келеді. Балдың пайдасы ұшан-теңіз. Оны тек пайдалану ас түрінде ғана емес, сұлулыққа сақтау үшін ретінде пайдалануға өте ыңғайлы. Сондықтан бал әр үйде болуы міндетті деп ойлаймын. Ал кеттік. Бірінші, 5 қасық балға 1 қасық тұз салып араластырамыз. Қоспаны бетке жағып 10-15 минуттан кейін сумен мұқият жуу керек. Аптасына 2 рет жасалады. 1 қасық ас содасын суға қосып ерітеміз. 1 қасық бал қосамыз. Масканы бетке 10 минутқа қойып, жылы сумен жуамыз. Маска бетті қара нүктеден артық заттардан тазартады. Беттің ажарын ашатын бал маскасы. Дәріханадан түймедақ ромашканы сатып алып, 2 қасық түймедаққа қайнаған су құямыз. Оған 2 қасық бал қосып, қоспаға 2 көзі ойылған марлыны салып, марлыны бетіңізге қойып 20 минуттан кейін бетті жуып тастайсыздар. Мандариннің шырынынан сығып алып, оған 1 ас қасық бал қосасыз. Қоспаны бетке жағып 15-20 минуттан кейін жуасыз. 2 қасық балды 1 қасық лимон шырынымен араластырып, бетке жағасыз. 15-20 минуттан кейін жуады. Құрғақ беттерге арналған маска бұл. Жарты бананды езіп, жұмыртқаны сарысы мен жарты қасық қаймақты жарты қасық балмен араластырып, қоспаны 15 минут бетке жағып қоясыз. Соңында жылы сумен жуып. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.